Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін мен сіздерге таңғы асқа арналған ең жұмсақ әрі дәмді панкейк рецептісін көрсетемін. Дайындалуы өте оңай, ал дәмі деген керемет болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды қосып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Неге қантымыз ерігеннен кейін үстіне сары майымызды құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Енді оның үстіне бөлме температурасындағы жылы сүтімізді де құйып араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды және 1 пакетик ванилинімізді қосып, осылай араластырып аламыз. Және тестімізге 2 бөлікке бөле отырып араластыратын боламыз. Неге екінші бөлігімізді де қосып, жақсы масса болғанша араластырып алатын боламыз. Енді қызып тұрған табамызда панкейктерімізді 1 ас қасықтан құя отырып, 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай бетінде тесіктер пайда болған кезде екінші бетіне ауыстырып үлгеруіміз керек. Мінекей, екінші беті көп ұзамай пісіп шығатын болады. Осылай барлық панкейктерімізді пісіріп шығамыз. Менде шамамен 50 штуктай панкейктер шықты. Осы рецептпен пісіретін болсаңыздар, қандай керемет исте болып шығады. Міне біздің нәзік әрі хош иісті панкейктеріміз дайын болды. Таңғы асқа шаймен, балмен немесе тосаппен мінсіз үйлесім болып кетеді. Дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнаған болса каналыма тіркеліп алыңыздар. Ас болсын.